Жақсы жаңалық, 7-ші арна еліміздің жаңа елді мекендерінде қол жетімді болады. Хабар тарату кеңейіп, елдің бірнеше өңіріндегі ауылдар мен елді мекендер арна желісіне қосылады. Осылайша тұрғындар отандық жаңалықтар мен бағдарламаларды кедергісіз тамашалайды. Толығырақ алдағы бейнематериалда. 1 наурыздан бастап 7-ші арна хабар тарату аумағын кеңейтеді. Енді телеарнаның желісі еліміздің бірқатар өңірінде қосымша елді мекенге қол жетімді болады. Бұл бастама қала мен ауыл арасындағы ақпараттық байланысты нығайтуға мүмкіндік береді. 7-ші арна еліміздің жаңа елді мекендерінде, атап айтқанда Абай және Ақмола облыстарында, сондай-ақ Түркістан, Қостанай, Жамбыл және басқа да өңірлерде қолжетімді болады. Биылғы жылдың 2-ші жартыжылдығында Батыс Қазақстан, Атырау және Маңғыстау облыстарының жаңа елді мекендерінде хабарды тарату іске қосу жоспарланып отыр. Яғни жоба аясында тағы 40 ауыл арна желісіне қосылады. Нәтижесінде 1062 елді мекендегі мыңдаған отбасы спутниктік антеннасыз 7-ші арнаның жаңалықтарын, сараптамалық бағдарламаларын, әлеуметтік жобалары мен ойын-сауық хабарларын тұрақты түрде көре алады. Жаңалықтардың бәрін қай уақытта кім Тоқаевтың қай жаққа барған, қай жаққа келген бәрін қарап, телевизордан жаңалықты қарап, немеремді бағып үйде отырып. Хабар тарату аумағын кеңейту кезең-кезеңімен жүргізілген техникалық жаңғырту жұмыстарының нәтижесінде жүзеге асып отыр. 7-ші арна алдағы уақытта да көрерменге сапалы контент ұсынып, ақпарат кеңістігін дамыту бағытындағы жұмысын жалғастыра береді. Диана Орынтай, Сәбит Наурызбаев, 7-ші арна.